Итак, мен Джейсон Вурхистің тірі екенін біліппін. Мен короче оған охотиться етем, мен өзімен бірге бита, пышақ и также автоматтар и аптечка алып алдым. Ладно, кеттік, көрейік ол қайда екен. Итак, Джейсон Вурхис қайдасың? Мен оны өлтіруге келдім. О, міне тұр ол. Так, пистолетті аламыз. Ода да арбалет бар. Жоқ. Тихо. Ода бензопила. Ай-яй-яй-яй. Ол менен ұрып жіберді. Так. Отступать ету керек кішкене. Аптечка. Асқатым, все. Так. Ай, ол мен қолымнан ұрып жіберді. Так. Кел, Джейсон Вурхис. Снайпер кішкене мықтырақ екен. Мен оған атып жатыр. Мен оны... Неужели мен оны өлтірдім? Ол құлақ қалды. А ну-ка, көрейік он. Стоп. Так, снайпер, пока. Блин, чё-то... Менің ана... досым чё-то уже долго жоқ ол Джейсон Вурхисті өлтіруге барам деген, но ол уже... Дала уже түн болды. Уж түн бат кетті, ол до сих пор жоқ. Вдруг оны тоже өлтіріп тастады. Срочно оны іздеу керек. Так, мен өзім... Дала өте суық. Мен өзімен бірге куртка алып алайын. Вот, мында одежда жатыр менде. Давайте киіп алайық оны. Мен лучше... мен бәрін алып алайын, а то дала уже қыс болып тұр. Дала өте суық. Так, киеміз. Все, енді маған іздеу керек. Мен өзіме бүкіл керек заттар алдым. Уж таң атып бара жатыр екен. Жарайды, жақсы болды. Маған Джейсонды срочно іздеу керек. Вдруг ол өлтіріп тастады мен ана досымды. Так, қолға лучше пистолет алып алайын. Так. Қайда ол? Ладно, давайте іздей берек. Міне жүр ғой ол. Кет, Джейсон Вурхис. Менің досым қайда? Так, оны срочно өлтіру керек, Джейсонды. Ода балта. Ой, тихо. Мен өзіме еще аптечка алуды ұмытып кетіппін. Аптечка. Ай, трезубец мен ішіме тиді, но мен қатты ауырып кетті. Срочно қашу. Все, мен... Так, мен сандығымда что-то, и менің үйімде тоже что-то төсек жоқ маған қазір. Деревнядан біреуден төсек сұрап алу керек. Так, мынадан сұрайын. Эй, житель, сенде төсек бар ма? Сенде? Жоқ, менде жоқ. Басқалардан сұра көр. Жарайды, қазір басқалардан сұрайын. Так, мына жерде... Так, ал сенде... Эй, тоқта, житель, қайда кеттің? Мен сенен бір нәрсе сұрағым кеп тұр. Сенде төсек бар ма? То менде төсек жоқ үйімде. Я, менде төсек бар. Бірақ, короче, менде біреу-ақ қана төсек. Мен екіншіні бере алмайым. Понятно. Жарайды, мен кеттім тогда үйге. Так,
төсек ауыр. Все, мен наконец-то төсек таптым өзіме. Наконец-то менде ұйықтайтын жер бар. Жарайды мен. Эй, сен демдеге келіп алдың, кет бар. Ладно, короче, сағат... уже түн батыпты. Ладно, мен, короче, ұйықтай берейін. Үй, саған не керек дейм, кет бар дейм. Вообще, мына житель қу қалған, ода үй жоқ па не? Ладно, мен ұйықтайын. Мынау кім жүр мұнда? Тез көмектесіңдер. Мұнда какой-то маньяк жүр. Тез қашыңдар. Ай, мен жүгіре алмай қалдым. Ай, қолым. Ой, кім ан жақта? Кім ар жақта айғайлап жатқан? Срочно барып көру керек. Ой, мен ұйқым кеп тұр мен. Ақырын. Ой, кім мынау? Жоқ. Ай, ішім. Ол мен ішімді. Ой, ұры жіберді. Мен өлдім. Ой, өліп барам. Ой, пышақ. Жоқ, не надо. Ай. Ой, чё за звуктар мынау? Кім? Сен кімсің? Кет. Көмектесіңдер. Итак, житель, біз, короче, ұйықтамай мына жерді жауып қойдық, чтобы бір-бірімізге история айту үшін не болғаны біз кішкентай болғанда. Давай сен бірінші айт, житель, шляпаны шеш қоймайсың ба только? Не, мен шляпамен жүре берейін. Шляпамен маған удобно. Давай, мен саған айтайын. Короче, мен кішкентай болғанда, мен детский садикіме барғанмын. И сол жерде бір Джейсон Voorhees деген біреу бір бала болған. И оның беті басы қорқынышты болған. Понятно. Ладно, житель, сен, мен, короче, туалетке бар келейін қазір, подожди. Ой, мына жер не болған? Мына жерді біреу шағып тастапты. Ладно, ертең жөндей саламыз. Ладно, мен мына жерді шағып туалетке бар келейін қазір. Мынау кім? Жоқ. Мынау кім? Жоқ. Көмектесіңдер. Тупик. Не надо. Не істеймін мен. Мачете.